Катар дін істері министрлігі ислам дінін насихаттау басқармасына қарасты пәтуа шығару орталығының 99-69-6 пәтуасында дүнияви білім алуға байланысты былай делінеді. Қоғамға пайдасы бар дүнияви білімдерді алудың үлкен сауабы бар. Кез келген адам өзінің ғылыми жолын анықтап, ондағы мақсаты қоғамның тыныштығы мен пайдасын көздесе, онда ол білім жолында игілік бар. Ал игілік бар жерде сөзсіз сауапта болатыны анық, және мұндай жолда білім алу фарз кифая болады. Кей ғалымдар қоғамның пайдасын көздеген мұндай білімдер фарз айнан да артық делінген. Бұл пәтуадан біз қоғамның игілігін көздеген кез келген білім жолын таңдап, сол саланың білікті маманы болу игіз қатарына жататынын көреміз. Кез келген мұсылман білім алып оны үйретуді алдымен өзінің отбасынан бастау керек. Себебі отбасында қаланған білім негізі баланың қоғамдағы орнын анықтап берері анық. Ал отбасында білім негізі қаланбаған бала ертең ғаламтор бетіне тәуелді болып, соқыр сенімге еріп кетуі әбден ықтимал. Сондықтан баланың санасына тәрбие мен білім негізінде құйып отыру заман талабы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз дәуірінде жас балаларға білім беруге қашанда құштар еді. Ибн Сағатта келген риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әр сахабаларға 10 баладан жинап, оларға жазу мен оқуды үйретуді бұйырғаны айтылады. Сонымен қатар ислам ғалымдарының өзі жастарға білім мен дұрыс бағыт-бағдар беру керектігін басып айтып кеткен. Қалай дегенде де ислам дінінің басты құндылықтарының бірі ол қоғамның тұрақтылығы мен адамзаттың ынтымағы болып табылады. Ислам қашанда білімсіз адамды қараңғы, яғни надан адамға теңейді. Бұл жайында Аллах Тағала мына аятта білетіндер мен білмейтіндер тең бе деп баяндайды. Сонымен қатар Аллах Тағала адам баласына білімін арттыру үшін өзінен қалай тілек тілеуді, яғни Раббым білімімді арттыр деп үйреткен. Сондай-ақ сөзімнің соңын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына сөзімен аяқтағым келеді. Ғалым бол, немесе ізденуші бол, немесе ғалымдарды жақсы көруші бол, немесе ғалымдарды тыңдаушы бол, бірақ бесіншісі болма, құрдымға кетесің. Бұл хадисте біздерге білім жолына түсудің 4 жолын көрсетіп тұр. Себебі бұл 4 жолдан басқа біздердің баратын жеріміз құрдым ғана болмақ.